Қайырлы күн құрметті достар. Бүгін біздер сіздермен бірге Kria AI нейронды желісінде, яғни нейро желісінде жұмыс жасайтын боламыз. Бұл жерде бізде бірнеше нұсқау бар. Яғни бізде басты бетке өтетін болсақ, нақты уақыттағы генерациялау және сурет немесе видеоның сапасын арттыру және де видеоны генерациялауға болады. Негізгі осындай 3 функциясы бар. Біздер қазір көбінесе реал тайм деп атаймыз, яғни нақты уақытта генерациялауға жұмыс жасайтын боламыз. Біздерге ол үшін екінші нейро желіні байланыстырамыз. Бұл жерде бізде Perplexity деп аталатын нейро желінің көмегімен қазір мен 1-2 промпт іздеп қойғанмын. Яғни бізде менің сұрағым Қазақстанның даласы туралы промпт ұсын дедім, және оны ағылшын тілінде де ұсын деп тапсырма бердім. Яғни маған мынадай тапсырма шығарып тұр: Қазақстанның табиғатын суретке фон ретінде ұсыну үшін ағылшын тілінде былайша промпт ұсынуға болады дейді. Яғни менде мынадай: Қазақстанның кең байтақ далаларында күн өтіп бара жатқанда бір жас жігіт өзінің атасының ертегілерін естіп өзі ерлік жолына түседі. Ол далалық пейзаждың сұлулығын көреді. Ақселеу мен бетегенің жайылып жатқан жерлерінде жүріп, өзен алқаптарының жағалауларындағы ағаш бұталы өсімдіктердің арасында тыныштықты сезеді деген бірінші жерін алып, қазір мен копировать қойып қарайтын боламын. Бізде қандай нәтиже шығарады екен. Міне біздерде ағаш деді, жігітті берді және далалы пейзажды берді. Енді мен бұл жерде стиль қосқым келіп тұр. Қазір мен бұл жерге стильді қойып қараймын. Яғни қаншалықты әсер етеді стиль менің фотома. Және де бізде бұл жерде бір сурет шықты. Енді осы суретті мен қандай да бір нәрсені салу арқылы өзгертіп генерация жасай аламын. Бұның барлығы қазір қарап отыратын болсаңыздар суретке әсер етіп жатыр. Және де мен жасанды интеллекттің рөлін кішкене түсіремін. Себебі мен кішкене шынайылыққа жақындасын мен тақырыбым. Мен одан да түсіремін және качествосына кішірейтіп көрейік. Бұл жерде 2 кейіпкерді шығарды, атасымен бірге дегесін жеріне. Енді мен мынаны алып тастайтын болсам, қазір мен барлық бейнелерді алып тастайтын болсам, мына кішкентай бейнелерге дейін барлығын алып тастап, интеллекттің рөлін артып, бізде байқайтын болсаңыз, міне қайтадан бастапқы сурет бізде беріліп тұр. Енді мен оны жасанды интеллекттің күшіне азайтатын болсам, жердегі жігітті жоғалтып жіберді. Қайтадан көбейтетін болсам, қайтадан терек әкеліп, одан да арттыра беретін болсам, онда мына жердегі, яғни менің промптыма сәйкес шығарып беретін болады. Енді мен суретті сақтап алуыма да болады, бірақ бұл жерде текстовый документ ретінде сақталып тұр. Сол себепті мен мына жердегі сақтау батырмасын басам. Яғни менде қандай сурет шықты? Осылай жұмыс жасаған кезде менде мынадай сурет шыққан екен. Яғни мен бірінші Perplexity берген бірінші промптыма сәйкес. Енді екінші промптында шөлге қатысты болды, қызыл құмға қатысты. Осы жерін көшіріп, мен мына жерге әкеліп қояйын. Енді менде қарасаңыз түйені шығарып тұр, шығар деп ойлаймын. Оқып қарайық. Екіншісінде бізде 10 жолында шөлге тән құмды шөлдердің қиын жағдайларына үйренген жануарлар кездесті дейді. Бұл жерде нақты қандай жануар екені айтылмағанда, бірақ
шөлге төзімді дегендіктен әртүрлі жануардың өзін генерациялап жатыр қарайтын болсаңыз. Яғни бұл жерде жасанды интеллект, былайша айтқанда қиялы шексіз деп біздер толықтай айтсақ болады. Әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Біздер енді осы құмды шөлге қатысты кішкене өзгертіп көрейік, өзгерістерге енгізіп көрейік суретімізді. Және де құмнан ауытқып кетті-ау деймін бұл жерде. Мына жерде қосымша текст пайда болды да, ол бізде құмнан ауытқып кетті. Мына енді құмды жерге келді. Енді біз суретімізді генерацияланған суретімізді алсақ болады. Және үшінші бізде осыдан кейінгі тауларға қатысты болады. Оны біздер тоже қазір қойып қараймыз, қандай өзгешелік болады екен. Мына бізде тауды ұсынды, мынау керемет фото секілді. Бұны да алайық. Одан кейін бізде не ұсынды? Бізде көлдерге қатысты ұсынды тоже. Оны да алсақ болады біздер қазір. Осылай 2-3 жасанды интеллектіні бір-біріне жаңағы байланыстырсақ болады. Және мына жерден стильдер таңдасақ болады. Стильдердің де түрін өзгертсек болады. Случайный стильдер. Жаңа ол бізге басқаша бір стильдің түрін таңдап берді. Стильдің де күшін өзгертуімізге болады. Қарайтын болсаңыз өте қызықты. Тағы да басқа случайный таңдауға болады. Және біздердің жаңағы енгізген мәтіндерімізді де случайный таңдауымызға болады негізінен. Яғни кездейсоқ мәтін таңдауымызға болады. Генерацияланып жатыр. Мына біздің ескі мәтініміз бойынша стильге сай генерацияланып жатыр. Бұл жерден стильді іздесек те болады. Былай басып, тақырыбымызға қатысты су болса, суға қатысты генерацияланған, суға промптымызға қатысты стильді таңдасақ болады. В данный момент біз мысалға суға қатысты стиль таңдап, былай стильдің рөлін басымырақ ететін болсақ, онда жаңағы біздегі мындағы суға қатысты көп тұрсыздар, суретіміз шығып тұр. Мына суретпен жанындағы суретке мән бермеңіз, ол просто пустой экран. Енді біздер мына жағына да бір нәрселер салатын болсақ, бізде жаңағы мына суретімізге де яғни өзгерістер енетін болады. Яғни бұның ішіндегі фигуралардың барлығы қандай да бір өзгерістер әкеледі. Осыған ұқсас етіп. Біз енді мына жерде жасанды интеллекттің рөлін көбірек бергендіктен, мына үш нәрсені бізде басқаша елестетіп тұр. Жасанды интеллекттің рөлін біз қазір түсіріп тастайтын болсақ, онда біздегі негізгі суреттер көріп тұрсыздар, көк, сары күйінде қалды. Енді арттыратын болсам кішкене, оның да рөлі бізде басқаша болып өзгеретін болады. Осылайша өзіңіздің салған суретіңізге қатысты сіздің өзіңіздің нақты уақыттағы суретіңізді генерациялау үшін өте бір таптырмас функция деп білемін осы реал тайм. Бұндай функция Leonardo деген сияқты тағы да басқа нейрожелілерде бар. Олардың жұмысында мен сіздерге алдағы уақытта жүктейтін боламын.